Түркістан, түркі дүниесінің жүрек соғысы. Бұл шаһардың әр тасы, әр қадамы ғасырлардың үнін сақтағандай. Уақыт көшінің шаңына көміліп қалмай, керісінше сол уақытты өзімен бірге алып жүретін қасиетті мекеннің бірегейі. Түркістанға жақындаған сайын кең даланың тынысы өзгеше сезіледі. Барша тарих осы маңға шоғырланып, өзге қалаларда сезілмейтін терең тыныштық пен киелі әсер бойды баурап алады. Кешеден бүгінге дейін Түркістан онсыз да бай тарихын одан сайын толықтырып келеді. Қаланың даму қарқыны көз ілеспес жылдамдыққа ие болып, әрбір жаңа күн, жаңа өзгеріс, жаңа тыныс. Ал осы өзгерістердің ортасында ғасырлар бойы өз орнын бермеген түркі әлемінің рухани шамшырағы Қожа Ахмет Яссауи кесенесі. Ол тек көне сәулет өнерінің жауһары ғана емес, ол адамзат мәдениеті мен руханияттың символы. Кесенеге кірген әр адам ішкі тыныштыққа бөленіп, ғасырлардың тереңдігін сезеді. Мұнда өткен заман мен бүгінгі күн бетпе-бет кездесетіндей. Түркістанға келген әр адам осы қаланың өзіне ғана тән үнін естиді. Ол үн сопылықтың үнсіз даналығы, уақыттың тоқтаусыз қозғалысы, тарихтың сарқылмас әуені. Түркістан өткенді құрметтеп, болашаққа сеніммен қараудың символы. Түркістан түркі рухының мәңгі мекені. Түркістанның заманауи келбеті де ерекше қарқынмен дамып жатыр. Жаңа көшелер, жаңа ғимараттар, жаңа инфрақұрылым барлығы да қаланың болашағына деген үлкен сенімнің белгісі. Соның ішінде керуен сарай кешенінің жаңғыруы Түркістанның тарихи рөлін қайта жандандырған ерекше жоба. Бір кездері Ұлы Жібек жолымен өткен саудагерлердің ізі осы маңда қалған. Бүгінде сол керуендердің мәдениеті қайта тіріліп, заманауи архитектурамен ұштасқан түрде жаңа өмірге келгендей. Кешкісін керуен сарай алаңы жарық шамдарға толып, театрланған көріністер жанданады. Бұл жерде орта ғасырлық сауда алаңы, дәстүрлі қолөнер шеберханалары, ұлттық тағамдар ұсынылатын орындар бар. Туристерге бұл жер тек демалыс орны ғана емес, өткен дәуірдің атмосферасына саяхат іспетті. Қалаға келген әрбір шетелдік Түркістанды көргенде бір ерекшелікті байқайды. Мұнда өткен уақытта, бүгінгі заманда бір-бірімен үйлесім тапқан. Қала көшелерінде серуендеген адам жаңарған Түркістанның тынысын анық сезеді. Бір жағы көне тарих, бір жағы жаңа заман. Ал осы екі әлемнің ортасында бір нәрсе өзгермей қалған. Түркістанның рухы. Бұл рухты ешбір жаңарту өшіре алмайды, қайта күшейте түседі. Түркістан тарихты келер ұрпаққа жеткізуші алтын көпір. Ол бүгінде дамуда, ертеңде дами береді. Бірақ оның жүрегінде сақталған қасиет, рух, тереңдік ешқашан жоғалмайды.